сәлем бердік. Келін асханасымен бірге осындай пышный бисквит пісірейік. Бұл бисквитіміз бізде тек қана жұмыртқаның сарысынан жасалған. Меренговый рулет, меренгадан торт жасап, белоктар ғана қолданып, жылтоғы қалып қалса, жұмыртқаның сарысы. Осындай бисквит жасауға кеңес беремін. Өте жақсы көтеріледі. Мен 2 бөлікке бөлдім. Егер қажет болып жатса, 3 бөлікке де бөлсе болады. Және кез келген торт жинай беруге болады бисквитный торттарды. Дайын қамыр тұрғанды жақсы көрмейді, сол үшін 22 см формамызды астына фольга төсеп дайындап қоямыз. Және біздің керек заттарымыз видеоның астына описание бөліміне қалдырамын. Таза құрғақ ыдыста 10-12 жылтоғымызды шым-шым тұзбен миксердің басында баяу жылдамдығында бастаймын да миксерлеп, одан соң ортасына және жоғарыға көтеремін. Және мискамыздың шет-шетін қырып тұрамын. Арасында жұмыртқаның сарысы кішкене шет-шетіне қатып жабыса бастайды. Сол кезде лопаткамен қырып тұрамын. Және крахмал қосамын. Крахмалды кішкене венчикпен араластырып жібереміз. Менің қасымда көмекші балам тұрғандықтан солай болып қалды. Шашырап кетті. 7-8 минуттай толық миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызда венчиктің осындай сурет сияқты іздері қалу керек. Және венчикті кішкене бітіп қоюланып, ақырындап жабыса бастау керек. 2 ас қасық сұйық маймен ванилин қостық, ванильный сахар. Және осындай пышный масса болып ағарғанша миксерледік. Одан соң миксерімізді өшіріп, ұнымызды електен өткізіп, лопаткамен жоғарыдан төмен қарай, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып дайындап қойған болатынбыз. Егер сіз шоколадный бисквит жасағыңыз келсе, ұннан 1 қасық ұнды алып тастап, құрғақ массамыздан оның орнына 1 ас қасық какао қоссаңыз болады. Өте көп араластыра бермейміз. Жұмыртқамызбен ұнымыз біріксе болды. Формамызға құя береміз. Қою консистенция болады. Біз жұмыртқалы массамызды взбивать ете бастаған кезде духовкамызды қосып қойғанбыз. 170 градусқа қызып тұрған пеште 45-50 минут пісіреміз. Әр духовка әрқалай пісіреді. Сол үшін құрғақ таяқша болғанша тексеріп көреміз. Осындай пышный жұмсақ бисквиттеріміз дайын болды. Ортасынан 2-ге немесе 3 бөлікке бөлеміз. Маған сәл қалыңдау бисквит керек болған соң 2-ге бөлдім. Кез келген бисквитті торттарды жинауға болады. Дәмі өте өзгеше, ерекше болады, жұмсақ болады. Тек жұмыртқаның сарысы болған соң бисквитіміз сәл сарғыш болып шығады. Айырмашылығы сода. Осы рецепт ұнаса лайк басыңыздар. Егер де келесі жолы осындай жылтоқтан пирог жасағанымды қаласаңыздар, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Және менің арнамда, менің каналымда видео рецепттер аптасына 3 мәрте шығады. Жіберіп алмау үшін қоңыраумен тіркеліп қойыңыздар. Осындай дәмі деген жұп-жұмсақ тәтті бисквитіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Келін асханасымен бірге болыңыздар.